Баршаңызға сәлем достар, Түс Шору каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі Түс Шорудың тақырыбы түсімізде қайтыс болған ағамызды көрсек деп аталады. Видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде қайтыс болған ағаңызбен сөйлесіп жатсаңыз, сіздің өміріңізде жақсы бір жаңалық болғандығын білдіреді, және сіздің сол жақсылықты бауырыңызбен бөліскіңіз келетіндігін білдіреді. Сондай-ақ сіз түсіңізде ағаңызбен сөйлесіп отырсаңыз, сіздің ағаңызға ұнамайтын бір істі жасап жүргендігіңіздің белгісі. Сол жаман істі тоқтату керек. Егер түсіңізде қайтыс болған ағаңызды құшақтап жатсаңыз, сіздің басыңызға бір ауыртпашылықтың түсетіндігін білдіреді. Сол кезде ағаңыздың жоқтығы қатты білінеді. Түсіңізде ағаңыз сізге бір нәрсе беріп жатса, сіздің басыңызда қаржылай қиындықтар болып жатқандығын білдіреді. Егер түсіңізде ағаңызбен бірге тамақ ішіп отырсаңыз, үйлеріңізде той болатындығын белгісі. Егер түсіңізде ағаңызбен ұрысып жатсаңыз, сіздің ағаңыз ұнатпаған бір іспен айналысып жүргендігіңізді білдіреді. Сондай-ақ түсіңізде ағаңызбен келіспей жатсаңыз, бұл түс сіздің жаман достарыңыздың бар екендігін білдіреді. Егер түсіңізде ағаңыздың қабірін көрсеңіз, ағаңыз бен сіздің араңызда бір келіспеушіліктің бар екендігін білдіреді. Егер түсіңізде қайтыс болған ағаңыздың тақта отырғанын көрсеңіз, сіздің жағдайыңыздың жақсаратындығын білдіреді. Түсіңізде ағаңыздың жасыл киімде жүргендігін көрсеңіз, ағаңыздың арғы дүниедегі жағдайының жақсы екендігін білдіреді. Ал егер де түсіңізде ағаңыз сізді ұрып жатса, ағаңыздың қарызын өтеп беруіңіз керек екендігін білдіреді, немесе сіздің ата-анаңыздың тілін алмай жүргендігінің белгісі. Егер түсіңізде өмірден өткен ағаңыздың жол жүріп бара жатқандығын көрсеңіз, сіздің сапарға шығатындығыңызды білдіреді. Түсіңізде қайтыс болған ағаңыздың тірі жүргендігін көрсеңіз, сіздің жағдайыңыздың жақсаратындығын білдіреді. Егер ағаңыздың ауырып жатқандығын көрсеңіз, сіздің басыңызда қиыншылықтардың көбейгендігін білдіреді. Егер де түсіңізде қайтыс болған ағаңыздың түрмеде отырғанын көрсеңіз, сіздің бір нәрсеге ұрынатындығыңызды білдіреді. Түсіңізде қайтыс болған ағаңыздың ұйықтап жатқандығын көрсеңіз, сіздің демалатындығыңызды білдіреді. Достар, егер де осы видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.